Сынып журналының мұңы. Мен сынып журналымын. Талай жылдардан бері білім саласының өркендеуіне өз үлесімді қосып келемін. Мейлі ол болашақта кім болсын, бәрібір адамзат баласы алғашқы қадамын мектеп партасынан бастайды. Мен оған өте қуаныштымын, себебі бұған қосқан менің де үлесім бар. Менің айтайын дегенім бұл емес. Мен өз жағдайларымның көзге көрінбес, көлеңкелі тұстарын айтып өтпекшімін. Сырттай көзге бәрі ойдағыдай болғанымен, қиналып жүретін кездерім баршылық. Қарапайым баға қоюды алайық. Менің беттеріме мұғалімдер ашуланған уақытта баттайтып екілікті қоя салады. Ертеңіне ашуы қайтқан соң екілікті үштік бағаға өзгерте салады. 90 соңында сапаны көтеремін деп, үштікті төрттікке, үздік шығарамын деп төрттікті бестікке өзгертеді. Саған не, бәрібір емес пе деулеріңіз мүмкін. Иә, солай, ол менің жұмысым емес. Мен тек жаным ауырғаннан айтып отырмын. Өзгерткеніне қарсы емеспін ау. Әр өзгерткен сайын бір өліп тірілемін. Қалай дейсіздер ме? Ең алғашқы бағаны өзгерту үшін әлі қолданысқа түспеген лезвияны алып келіп, бағаны қырып алып тастайды. Әзер шыдаймын. Екінші бағаны өзгерткенде айқайға басамын. Оны еститін құлақ жоқ. Бірнеше бағаны өзгерткен соң парағым шұрқ тесік болады. Кейін бұл парақты жарамайды, біреу сезіп қалар деп төбемен қырқып тастайды да орнына жаңа парақ қыстыра салады. Басқалар біліп қойма деп ойлайсыз ба, бәрі де біледі, бір-біріне көмектеседі. Бұл қиыншылықтар түгемес екен. Одан соң прашнуровать жасау деген шықты. Бүйіріме жібек жіп байланған енені сұлып қалғанда жаным шығып кете жаздады. Екі жерімнен тесіп, жіптің ұшын матап мөр басып тастады. Содан соң тесу үшін тебінен бүйірімді тесуге электрлі дрелді пайдаланатын болды. Бәріне әзер шыдаймын. Осы операцияларды жасағанда ешбір наркоз қолданған емес. Мейлі, бәрі өтті кетті, прашнуровать жасалынды. Енді мені тыныш қояр деген үміт сәулесі оянды. Бірақ бұл да өткінші екен. Прашнуроватты үзбей парақты суырып алатын мықтылар шықты. Осылай баяғы күн қайта басынан айырылмай қойды. Міне, менің күнім осылай. Мұны кімге айтып отырмын? Өзім де білмеймін. Сырыңды ақтарсаң, айтсаң, бойың жеңілдейді деген әңгіме бар ғой. Соның үшін бекен. Жақында естідім, жаңартылған бағдарлама бойынша жаңа сынып журналдары шықты деп. Ендігі үміт сол журналдардың менің күйімді кешпегені ғана.